Құрметті тыңдармандар, әр күн сайын арнамда жаңа қызықты әңгімелер шығып отырады. Арнаны қолдау мақсатында видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мен де кеше ғана басқа қатар құрбыларымдай тұлымшағым желбіреп өскен әке-шешемнің аяулы қызы едім. Қазір айтуға аузым бармайды. Ауру әйел атандым. Иә, бәрі мені солай атайды. Және мүсіркей қарайды. Қазақ басқа түсе баспақшыл дейді ғой. Кешегі сүйіп қосылған жарыма да масыл болдым. Адалынан аттаған ақ босағамда бақытты ғұмыр кешем деген арманым адырам қалды. Бәрін басынан бастайыншы. Ата-анамның қолынан ұзатылып, сүйіктімнің үйіне оң аяғымен аттап басқанымда, менен асқан бақыты жан болмаған шығар. Ауылдағы жағдайы жақсы саналатын білдей бір отбасының қара шаңырағына ие болып қалатын кенже ұлдарының кенже келіні едім. Ата-анама тіке қарамай, алдынан кесе көлденең өткен кезім де болмаған шығар. Тек өзімнің еркелігінен бе, әлде күйеуімнің еселігінен бе сөз таластырып, қабақ түйетін болдық. Мен жиын тойға сәнденіп барғанды қалайтынмын. Ал ол ананы ки, мынаны шеш деп ақыл айтатын болды. Қызғанғаннан болар бетіме жаққан бояуға дейін мән беретін. Содан кейін қайтып келгеннен соң менің жүріс-тұрысымды саралап, тізбектеп тұрып бәрін баяндап бергенде, алғашында мен қатты таңғалатынмын. Менің қателігім сол. Оның баяғы мен білетін жігіттің қатты өзгергенін мүлдем байқамағаным еді. Көңілді жүргенді жаным сүйетін енем ғана сезіп, түсінген болар мені. Онымен ілесіп баратын жиын тойға еш қорқынышсыз барып, әнімді айтып, биімді билеп қайтатынмын. Ал құрбы-құрдастардың шақырған жеріне барудан қашатын болғанмын. Ендеше, біреумен билеп қойсам, бітті, сол жерде таяқ жейтін болдым. Келе-келе таяқтаудың да сан түрлі тәсілін ойлап табатын болды. Ән айтқың келіп тұрма, онда айт деп тұрғызып қойып, өзі төсекте шалқадан түсіп ұйықтайтын болды. Билейсің бе деп қолымды қайырып, шаштан тартып сүйрегенде, жаным көзіме көрініп, дыбысымды шығармай жылайтынмын. Бірде енем көгерген тұстарымды байқап қойып, баласына ақыл айтқан болды. Бірақ екеуміздің тыныш өміріміз көпке созылмады. Дүниеге қызымды әкелгеннен соң, баяғы әуен қайта басталды. Қызымыз бірге толып, ата-әжесі үлкен той берді. Сол күні тойға жиналғандар маған ән айт деп қолқа салды. 2 жылдан бері еш жаққа шықпағанмын. Ән салмақ түгілі көпшілік ортаға көп шықпағанымды, соның арқасында тыныш өмір сүргенімді сол кезде ғана түсіндім. Гауһартас киносындағыдай, менің күйеуім де ән салғанымды жақтырмайды деп кімге айтармын. Сасқанымнан күйеуіме қарадым. Ал ол болса, ештеңе деместен сыртқа сытылып шығып кеткен. Жақтырмай тұрғанын сезсем де, менің де бір батырлығым ұстап, асабадан микрофонды сұрап алдым. Содан соң, құрдастарымның ортасында бір шарықта биледім де, әйтеуір көңілімді бір көтердім. Не болса ол болсын деген ерегіс пе білмедім. Өзімді сондай еркін ұстадым. Сол той менің ақырғы көңіл көтергенім екенін ол уақытта мен қайдан білейін. Сол түні оңбай таяқ жедім. Аурухана төсегінен бірақ шықтым. Соққының қатты болғаны сонша есімнен танып қалыппын. Жүйкем де жұқарған. Не керек, содан бері аурумын. Қатты ашуланғанда кімнің кім екенін айырып жатпайтын халге түстім. Келіннің бұндай күйіне қай-қайын жұрт шыдасын. Қыздарыңыз ауыратын болды, деп мені төркініме әкеп тастады. Шешем шырылдап жүріп қалаға кеп қаратты. Жындылар жататын жерде жатып шықты, деген сөз ауылда гуілдеп кетіпті. Себебін әркім әр жаққа жүгіртіпті. Күйеуімнің қатыгездігі сол, беті бұлш етпей менің әлсіздігімді желеу етіпті.
Ұялы телефонға түсірілген бір бейнені көрем деп, есінен танып қалып, ақыры есінен адасты ол, депті. Иә, тойға дайындық кезінде сондай бір жан түршігерлік видеоны көргенім бар. Жол-көлік апатынан қайтыс болған бір жамағайын жігіттің мүшеленіп бөлініп қалған денесін мәйітханадан әкетпекші болып барғандардың бірі ұялы телефона түсіріп алыпты. Абысындарым жапа-тармай көріп жатқаннан соң, менде не көріп жатсыңдар деп басымды созып көргенім бар. Сол жерде сілейіп, біраз тұрып қалдым. Жүрегім тоқтап қалған шығар деп ойлаған едім. Бір кезде біреуі түртіп бетіме қарағанда барып есімді әзер жидым. Соны жолдасым айтқанмын ғой. Ал ол болса, олар ол жайтты менің ауруыма себеп етіп алып, елге солай түсіндіріпті. Жә, оның бәрін қойшы. Енді емделіп келдім ғой. Оның үстіне ортада бала бар ғой, деп өткенді ұмытып, келіндік міндетімді атқарайын десем, күйеуім кергиді. Жылына 2 рет ем қабылдап тұруымның қажеттігін ауырсынып тұрма деп ойлап, оған бола қам жемеуін де айтты анам. Анамның қызын өткізе алмай тұрғандай кейпін көргенде қаным басыма шапты. Өзімді әзер ұстадым. Тағы да жынды деген сөзді естіп, өзімнің де анамның да жан ауыртпайын деп ойладым. Бірақ құлағым тұнып кеткені сонша, олардың ары қарай не айтып жатқанын түсіне алмадым. Балам да қасыма келіп, мойныма асылып еркелемейтін бопты. Әжесінің бауырына тығылып алған. Жүрегім қатты сыздап кетті. Арада жарты жылдай уақыт өтіп кеткенін байқамаппын да ғой. Бәрі бөтен сияқты. Үйде суық, адам да қатқыл, күйеуім де көңілсіз. Тек енемнің екі ортада қысылып отырғаны байқалады. Екі жақ бір тоқтамға келген болды. Мен күйеуімнің жылы қабақ танытпай тұрғанын көрсем де, аса мән бермедім. Бір жағынан ұялып тұрған болар дедім. Осының бәрі соның қызғаншақтығынан болғанын өзінің де сезіп тұр ғой деп ойладым. Сөйтсем, сенген сүйіктім 6 айдың ішінде басқамен көңіл жарастырып алған сыңайлы. Тұрмысқа шықпаған, өзінен үлкен келіншекті жар етуді жоспарлап қойған екен. Баланы шешесіне тастап, өзі әлгі келіншектің үйіне кіріп алмақ болғанын кейіндеу ұзын құлақтан естідім. Ауыл әйелдердің ішінде де неше түрлісі болады ғой. Халіңді сұрап келіп отырып, басқа әңгіме өрбітіп, мұқатып кеткісі келетіндер де кездеседі. Солардың бірі маған жеткізді. Бұны ескеннен соң қарап қалайын ба? Бірінші мән жайды анықтап алмақ болып, енеме айтпақшы болып едім. Орта жолда күйеуім естіп қалып, тағы да ұрыс басталып кетті. Сауғып келіп, қайын жұртымның есігінен қайта енгеніме бір жеті болмай жатып, сөйтіп, күйеуіммен тағы да ұрысып тындым. Енді қалғаны жарымжан етіп, мені үйден қуып шыққанын күтіп отырмақпын ба? Олай болмас деп ажырасуға бел байлап отырмын. Қызымды қолыма алып, жаңа өмір бастауға күш қайрат сұраймын жаратқаннан. Құрметті тыңдармандар, күн сайын жаңа әңгімелер шығып отырады. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.